Сұлулық па, сорма? Сұлулық деген не? Қалай ойлайсыз? Кейде мына қыз сұлу екен деп тамсанған аруын екінші біреуге ұнамай қалады. Менің талғамым емес деп жауап бере салады. Сонда талғам дегенде сұлулыққа жата ма? Екеуі бір нәрсе ме? Бөлек пе? Экзистенциалистер сұлулықты объективті болуы керек дейді, яғни адамзатқа ортақ. Ал белгілі бір ұлтқа, топқа, адамға ұнауын талғам деп бөледі. Талғамды қажет болса, қолдан да жасауға болады дейді. Мысалы, Африканың кей тайпасында өте сұлу әйел деп мойны ұзын не ерні салбыраңқы қыздарды айтады. Ал ежелгі Қытайда қас сұлудың табаны шағын болады деп тамсанатын. Сол үшін қыз баланың сәби кезінен табанын өсірмей, қолдан мүгедек ететін. Яки сұлулықтың өлшемі жасанды ерекшелікпен бағаланды. Бізге қазір сұлу әйел деп 90-60-90 қыздарды насихаттайды. Бір заманда Европада жіңішке әйел ауру, жарлы Жақыбайдың бейнесінде жүрген. Олар сұлу деп дене бітімі толықша әйелді айтқан, яғни талғам критериен жұрт өзі қалыптастырады. Біреуге ғашық болғанда сұлулықты танытып тұратын кісінің талғамы делінеді. Талғам жүре келе қалыптасады. Біреуге бота көзді, біреуге қысық көзді қыздар ұнайды. Оның себебін психология былай түсіндіреді. Мәселен, бір жігіт бала күнінде бота көз деген тіркесті естіп өскен. Не кітаптан оқыды, не жұрттан естіді. Солайша бота көзді қызға деген талғамы қалыптасты. Екінші жігіт Корей сериалын көп көрген, Корей қыздарын ұнатқан. Өсе келе оның талғамы қысық көзді қыздарға ауды. Осыған қарап, талғамды субъективті, сұлулықты объективті дейміз. Объективті дегеніміз тылсым, ғайып әлеммен байланысып жатады. Бұл идеяны қазақша қиссамен ғана бере аламыз. Тәңірі тағала бір тамшы нұрынан эстетикалық сұлулықты жаратты. Оны 100-ге бөлді. 99 бөлігін Хауа анаға дарытты. Әйел затында Хауадан асқан сұлу болмапты. Қалған бір тамшыны тағы да 100-ге бөлді. Оның 99 тамшысын Жүсіп пайғамбардың рухына сыйлады. Жүсіптен асқан сұлу ер жоқ деген сөз содан қалыпты. Жүсіптен артылған бір тамшыны тағы да 100-ге ыдыратты. Оның 99 тамшысын Хадиша, Айша, бибі Батима және бибі Мәриям аналарға теңдей бөліп берді. Сол себепті 4 әйел елден ерек сұлу бопты. Бұлардан артылған бір тамшы нұрды сансыз зәреге және бөлді. Оны әуелден ақырға дейін келіп кететін күллі әйел затына шашып жіберді. Осылайша көркем бейне мен сұлу дидар Хауананың себебінен барлық әйелге нәсіп болды. Қыз келіншектің ер адамға қарағанда ажарлы болатыны содан екен. Қиссадан ұққанымыз былай. Объективті түпкі сұлулық трансцендентті әлемде жатыр. Сұлулық сипаты тәңір әлемінен бастау алып тұр. Бүкіл әйел заты объективті сұлулықтан несібесіне қарай үлес алды. Еркектің нәпсісін ынтық қылған субъективті сұлулық таусыншақ. Талғам деп осын айтады, сондықтан құмарын тез басылады. Әйел затының тәңірлік сұлулығын көре алмас көңілі соқыр жігітке бөтен әйел керемет боп көрінеді. Мен үйленген соң әдемі қыздар қаптап кетті дейтін надан көзқарас осыдан шығады. Әйелдің болмысынан туатын объективті көріп, ер азаматты өлгенше ынтық қып тұрады. Мысалы, таудың, көлдің сұлулығы, қызарып батқан күннің бейнесі кез келген жанды тебірентеді, тамсантады. Көз алмай тұра бергің келеді. Адамға шабыт сыйлап, рухани қуат береді. Әйелдің объективті сұлулығы да дәл солай ер жігітке шабыт беріп, құлшынысын арттыруы мүмкін. Егер арттыра алмаса, онда адамның тамсанып тұрғаны сұлулық емес, талғам деп батыл айтуға болады. Талғам өзегін құмарлық пен эротикадан алады. Ал мәңгілік сұлулық ноологикалық қатпарда тұрады. Бұл ойды мына хикаяны оқысаңыз жақсы түсінесіз. Ертеде Ләйлі мен Мәжнүннің махаббаты ел аузында жыр болыпты.
Бір күні бұл әңгіме патшаның құлағына жетеді. Ол Мәжнүнге: «Ләйліңді алып келші, бір көрейін, сені жынды қылған қандай қыз сұлу», деп сарайға алдыртты. Мынадай даңқы жайылса, Ләйлі расымен қас сұлудың өзі шығар деп қиялға беріледі. Бірақ Ләйліні көргенде қатты таң қалады. Жыр болған айдай аруы ажарсыз қыз екен. Асып бара жатқан түгі жоқ. Патша Мәжнүннен: «Мұның қай жеріне қызығып жүрсің? Сұлу түгі де жоқ. Ләйлінді 10 орайтын арулар менің гаремімде толып жүр», деді. Сонда Мәжнүн: «Сіз оған менің көзіммен қарап көріңіз», деген екен. Бұл жерде Мәжнүн Ләйлінің объективті сұлулығына ғашық болды. Оған Ләйлі қартайса да айдай сұлу көріне береді. Егер Мәжнүн оның субъективті ажарына ынтық болғанда, олардың махаббаты мұндай классикалық жырға айналмас еді. Мұны ақын Имашхан Байбатырұлы «Махаббаттың көзі жоқ, көрмейсің не кисе де, сұлу болып көрінер, су мұрынды сүйсен де» деп әдемі суреттейді. Енді Жүсіп Зылиқа жырын қараңыз. Жүсіп жұрттан асқан сұлу, онымен теңдесер ешкім жоқ. Зылиқа оған бір көргеннен ғашық болды. Көңілі кетті, бірақ дегені болмады. Жүсіп ойнастыққа көнбеді. Қожайынға опастық жасамаймын деп кесіп айтты. Оны көндіре алмаған Зылиқа жала жауып зынданға тастатты. Бір күні бұл іс қайта қаралды. Себебі Жүсіп түс жорып елді апаттан аман сақтай алатын кереметі бартын. Бұл дау патшаның алдына келгенде Жүсіп Зылиқаның айыбын ашып ұстап бермеді. Оның абыройын төкпеу үшін жамандығын жасырды. Жүсіптің бойындағы осы адал қасиеттер Зылиқаның құмарлығын сейілтіп, сезімін мүлде басқа бағытқа өзгертті. Неге? Себебі Жүсіптің тәңірлік сұлулығы тәндік көркінен асып түсті. Зылиқаның айыбын ашпады. Сол сәттен бастап Зылиқаның Жүсіппен төсекте табыссам деген құмарлығын тәңірлік сипаттағы трансцендентті сезімі басып кетті. Зылиқа да өз заманының сұлуы болған деседі. Мысырда одан асқан ажарлы әйел болмапты. Жылдар өтіп, ай кешіп Зылиқа қартайды. Алма бетін әжім басты. Жүсіп сол кезде оған ғашық болыпты. Себебі Зылиқа өле-өлгенше махаббатына адал болып қалды. Оның адал сезімі Жүсіптің шынайы махаббатын оятты. Бұрын сұлулықтың өлшемі осылай жыр дастандар арқылы насихатталатын. Ондағы критерий басқада еді. Сұлулық деп әйелдің ақыл парасатын қатар танитын, ақылына көркі сай деп айтылды. Бұл тенденцияны алғаш Эрих Фром байқады. Қазір бет сұлулығы бағаланады, одан басқа құндылық қадірсіз болып кетті, деді ол. Моделі пайда болды. Қыздың көркіне, дене бітіміне қарап сөз салады. Ерте заманда қыз айттыруға бірнеше фактор әсер ететін. Жастар атананың нұсқауымен ғана үйленетін. Атастыру дәстүрі шығыс елінің көбінде, тіпті батыс мәдениетінде де кездесті. Оған ақсүйектер арасында ел мен елді жақындастыру, билікті күшейту мақсатында қиылатын саяси некені қосыңыз. Байлар дәулетін сыртқа шығармас үшін баймен ғана құдандасатын экономикалық некелер де өмір сүрді. Кедейлер баймен құда болуға қорқып, тен-тенімен, тезек қабымен деген ұстанымды таңдады. Жеңгетайлар араласып, мінезі мен ақыл ойы сай жастарды екшеп қосатында дәстүр болды. Қысқасы, екі жастың үйленуі осындай сан түрлі фактордың есебімен жүзеге асты. Әрине, жастардың бір-бірін ұнатып өз шешімімен үйленуін жоққа шығармаймыз, бірақ ол некен саяқ еді. Жар таңдаудың өзі түрлі критериямен жүзеге асты. Біріншіден, қалыңдықтың немесе жігіттің тегіне қарады. Қазақтың тектіден текті саралап жүріп топырақ таңдайтын әдеті бар. Екіншіден, ақыл парасаты, иба мен әдебі, батырлығын, тапқырлығын таразылады. Мысалы, Төле бидің ұлына қыз айттыру аңызын қараңыз. Бірде Төле би бір сапардан келе жатып, алыстан бір қызды көзі шалды. Қыз әдеп сақтап, аялдап тұр екен. Төле би жанына келіп, «Қарағым, неғып тұрсың?» деді. Қыз,
Үлкеннің алдын кеспейін деп иба сақтап тұрмын, деді. Төле биге қыздың әдебі қатты ұнады. Артынша ұлына айттырып келін етіп түсірген екен деседі. Сондай-ақ жиренше шешеннің қалыңдық таңдау тәсілін қараңыз. Қара шашты таңдағанда да оның сұлулығына тамсанбады, ақыл парасатына қызығып көңіл қосты. Үшіншіден, қалыңдықтың қолынан қандай іс келетініне қарады. Тігіншілік, қолөнер, аспаздық, тазалық, ұқыптылық бәрі қыз баланың бәсін арттырып тұратын. Төртіншіден, денсаулығына мән берді. Жеміс жайқалып пісуі үшін де құнарлы топырақ керек. Көңілсіз қатыннан кісіз ұл туады деген. Шыңғысхан жар таңдай барғанда әкесі Есугей баһадүр бөртені көрсетіп, аяқ қолы балғада екен, батыр ұл туады деп кеңес берді. Бет ажарынан гөрі әйелдің денесі басты критерия саналды. Қазір қыз таңдаудың бірақ өлшемі қалды. Осындай жерде бір жақсы қыз бар десе, жігіт әдемі ме деп сұрайды. Яғни бет сұлулығынан басқа құндылықты бағаламайды. Ескі жар таңдау моделі Үндістан, Африка, Таяу Шығыс сияқты дамушы елдерде ғана қалды. Эрих Фром айтпақшы, жар таңдауды нарық деп алсақ, нарықтағы жалғыз валюта беттің ажары саналды. Мұның бір қаупі бар. Сыртқы сұлулығы сәнге айналған ару қартая келе экзистенциялық фрустрацияға ұшырайды. Қарттық алмай қоймайды. Жас күнде айналасын түрімен табындырған келіншек, ажары мен базары таңқай бастағанда оны ең бірінші өзі байқайды. Жүрегінде алаң пайда болады. Ұсақ әжімді опа далаппен жасырады, бірақ ол барған сайын тереңдей береді. Оның үстіне әйелдің денесі жыл сайын салмақ жинауға бейім. Дене мүсіні мен бет ажарын мәңгілік валюта санап келген сұлу әйел қартаю процесін көргенде кәдімгідей психологиялық соққы алады. Айнаға қарап дидарынан ләззат алатын шуақты күндер келмеске кетті. Өмірге құлшынысы күрт төмендейді. Осы кезде экзистенциялық реформа жасамаса, соны депрессияға ұласады. Ал объективті сұлулық қарттық пен ажалдан жеңілмейді. Себебі түбін трансцендентті әлемнен тартады. Мұны мынадай мысалмен түсіндіруге болады. Адамды айқындаушы еркіндік, жауапкершілік, ар-ұят сияқты экзистенциялық феномендердің қартаюы мүмкін бе? Жоқ десеңіз, махаббат пен сұлулықты да осы қалыппен өлшеңіз. Көп жағдайда ажарлы әйелдің оңай жеткен жетістігін бағындыру үшін ренсіз адамға артық күш жұмсау қажет. Көріксіз кісі барлық сәтсіздігі мен жалғыздығын ажарсыз түрімен байланыстырады. Неге? Бір кезде мұндай проблема болды ма? Сәтсіздік сұлулықпен байланысты десек, онда Тәңірі әділетсіз. Біреуге көрік, біреуге ажарсыз рен беріп, адамзатты алалаған боп шығады. Егер сұлулықты объективті етіп сипаттасақ, әділет салтанат құрады. Себебі адамның түрі, түсі, жынысы, ұлты бөлек болғанымен экзистенциялық табиғаты бірдей. Жауапкершілік, еркіндік, ар-ұят, махаббат феномені барша адамда ортақ. Виктор Франкл осы қасиеттерді жеткілікті шарт деп атаған. Яғни өзін тұлға етіп, сұлулығын паш ету үшін адамға осы феномендер жеткілікті. Ал түр сымбаты келісіп тұрса, оны қажетті шарт деп атайды. Ол адамға қосымша көмек. Бірақ адам жеткілікті шарттың көмегімен бақытты ғұмыр кешуіне толық мүмкіндігі бар. Себебі бет сұлулығының өзі адамға бірде бақ, бірде сор болып жабысып жатады. Тіпті орыс жұртында «не родись красивой» деген мәтел де бар. Ал бойжеткеннің объективті сұлулығы басына бәле болып жабыспайды, тек бақ құсы болып қонады. Бірде мынадай оқиғаның куәсі болдым. Телеарнада дыбыс режиссері болып істейтін бір келіншек бартын. Оның ер жігіт соқтанып қарайтын сұлулығы жоқ, көріксіздеу еді. Бір күні эфир алдында онымен тілдесуге тура келді. Сөз арасында өзінің 6 жасар қызының сабағы жайлы айтып қалды. Мен, қызыңыз бар ма деп сұрап қалдым. Сезімтал келіншек сұрағының астарын бірден ұқты. Иә, қызым бар. 30 жасымда күйеуге тиіп алғанмын.
деді. Сосын ажарсыз әлпетпен қалай күйеуге шықтыңыз деген көңілдегі емеурінді сезіп қойды. Әлбетте ондай сұрақ қойылмайды, бірақ қоймасан да ол жауап берейін деген сыңайда диалогты бастады. Мен 15-16 жасқа келгенде ажарсыз қыз екенімді толық мойындадым. Айнаға қараған сайын көріксіз түріме қарап көңілім түсетін. Біраз уақыт депрессияда жүрдім. Бір күні жан дүниемді байытып, ақылымның ажарын көркейтуді ойладым. Содан бастап, әйелге қолайлы өнердің қай түрі болсын шетінен меңгере бердім. Мен қатыспаған үйірме қалмаған шығар. Кейін жұмысқа тұрғанда ұжымда бойдақ жігіттер болды. Әрине, олар сұлу қыздарды жағалайтын. Мен сұлулармен бәсекеге түсе алмасымды түсіндім. Бірақ сонда да бақытым үшін күресуді тоқтатпадым. Сосын жаңа стратегия құрдым. Ай сайын шығатын интернет жоқ кез кулинария журналын сатып алдым да салат пен пирогтың 99 түрін меңгердім. Онан соң арнайы би үйрендім. Қалқамандағы бір бөлмелі пәтеріме ұжымдағы қыз жігіттерді қонаққа жиі шақырдым. Салат пен пирогты қайталамай түрлендіріп пісіруші едім. Келген сайын жігіттер есінен танатын. Ажарсыз болсам да еш қысылмай әзіл қалжың жарастырып отыруға өзімді қинап көндірдім. Әдемі әзілді юмормен айтып жеткіздім. Жігіттерді биге шақырып көңілді отырыстың гүліне айналдым. Осы күресім ақыры жеңіске жетті. Жан жақты мәдени шабуылымның сәтті шыққаны сонша, 2 жылдан соң қазіргі күйеуіме маған жар бол, мен сені сүйем деп сөз салуынан басқаға ешқандай шанс қалдырмадым, деді күліп. Жоғарыда атап өткен 2 шартқа тағы да тоқтала кетелік. Ренсіз келіншектің ақыл парасаты бағын ашуға жеткілікті шарт еді. Бақыт құсын қондыру үшін оған қажетті шартты жетілдіру керек болды. Табиғаттың бермеген сұлулығын қолдан жасап, тұла бойы тартымды өнер мен қылыққа толғанда көріксіз ажарымен ақ жігіттің жүрегін жаулап алды. Керісінше бет әлпетіне сеніп қалып, сорлап қалған сұлуларда есеп жоқ.